Бүгінгі күнде біз дөңгелек үстелде талқылаған мақсатымыз ол әлемге жайылған біздің қазақ елімізде өте орысша айтқанда резонансный вопрос дейді ғой. Резонансный вопрос болып жатқан интернет мошенничество бойынша соның қандай амалмен шешуге болады, полиция қызметкерлері қандай шешу мақсатында қандай қиындықтар туындап жатыр, және де осы интернет мошенничестводан салынып қалған адамдардың шешу үшін қандай қиындықтар туылғанды, банктердің қандай қателіктері бар, немесе қандай да жұмыс атқарылып жатыр, сол бойынша қандай көмек беріп жатыр халыққа, сол туралы өте көп сұрақтар қойылды, соның бәрі талқыланды. Енді біз оның бәрін мәжіліске қандай шешу амалын өзгерту үшін әртүрлі мысалдармен келтіріп ұсыныстар береміз.